Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәрумендерге өте толы винегрет салатын дайындайтын боламыз. Керекті заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Алдымен осылай қайнатылған картофелімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осы салатты жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Менің каналымда түрлі рецепттер шығатын болады. Каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осылай картофелімізді араластыратын ыдысымызға саламыз. Енді қайнатылған сәбізімізді де осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Мен бір сәбіз қостым. Негізі сәбіз қоспай жасасаңыздар да болады. Енді оның үстіне тұздалған қиярымыз. Менде 3 тұздалған қияр болды. Оны да осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Енді бір пияз, менде бір пияз болды. Пиязымызды да өте майда қылып, жұқа қылып 4 бұрышты етіп тураймыз. Негізі пиязды алдын ала майға қуырып жіберсеңіздер де болады. Мен енді майға қуырған жоқпын, осылай турадым. Осылай турасаңыздар да болады, майға қуырып турап қоссаңыздар да болады. Міне енді ең соңында қызылшамызды тураймыз. Алдын ала қайнатылған қызылша, менде бір қызылша болды. Оны да осылай жұқа етіп 4 бұрышты етіп турап, жаңағы араластыратын ыдысымызға ең бетіне саламыз.
Міне барлық керекті заттарымызды турап, оны араластыратын ыдысымызға салды. Енді оның үстіне жасыл бұршағымызды саламыз. Менде бір банка жасыл бұршақ болды. Оны бетіне салып, оның бетіне дәміне қарай жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Енді оның бетіне бір ас қасық салатқа қосатын майымызды қосамыз, және де бір ас қасық зәйтүн майымызды қосып, астын үстіне қаратып, барлығын бір тегіс етіп араластырып шығамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте көрінісі де қандай әдемі, дәмі де өте керемет болып шығады. Қазір оны ыдысымызға салып, дәмін бірге көреміз. Міне салатымыз дайын болды. Енді дәмін көреміз. Дәмі өте керемет. Сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Егер жасаған болсаңыздар, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ас болсын.